оқушылары, бүгін біз 5-7 жаттығуды орындаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Бірінші есепте бізге ұзындығы берілген 4,5, яғни 4,5 метр, биіктігі 1,5 метр, массасы 30 килограмм, үйкеліс күші 20 ньютон. Пайдалы жұмысты, толық жұмысты және такты анықтауымыз керек. Так, енді бізде бірінші пайдалы жұмыс ол mg(h)қа тең болады. Екінші толық жұмыс ол f көбейту l-ға тең болады. Енді тактың формуласы ол бізде пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөлгенге тең, және оның процентін табу үшін 100-ге көбейтеміз процентке. Ал енді орындарына қойып шығарайық. Пайдалы жұмыс бізде mgh формуласына қоямыз. 30 килограмм, 30 көбейтеміз 10-ға, көбейтеміз h 1,5-ге. Сонда бізде тең болады 450 джоуль шығады. Енді мына жерде бізде күштен қате кеткен, яғни мына жерде 0 болу керек, 200 ньютон деп аламыз. Өйткені жауабы шынымен шықпайды, егер 20 деп алатын болсақ, сондықтан 200 ньютонды аламыз. Енді толықты табу үшін толық жұмысты f көбейту l болады, яғни 200 ньютонды көбейтеміз 4,5-ге. Бұл бізде 100 джоуль шығады. Енді пайдалы әрекет коэффициентін табу үшін пайдалы жұмыс 450-ді 900-ге бөлеміз және оны 100-ге көбейтеміз. Сонда тең болады 50%. Енді екінші есепте берілгені қуат 25 киловатт. Ол бізде 25 мың, яғни оның 3 дәрежесі ватт береді. Сорғының қозғалтқышы 100 метр куб, яғни көлемі 100 метр куб мұнайды h 6 метр биіктікке 8 минутта көтереді. 8 минут 480 секунд болады. Қондырғының такын табу керекпіз. Шешуі. Тактың формуласы бұл пайдалы жұмысты толық жұмысқа бөліп 100-ге көбейткенге тең болады. Енді біздегі пайдалы жұмыс ол mgh-ға тең. Ал осы жерде массаны табу үшін біз ρ деген формуланы қолданады екенбіз. Яғни бұл жерде пайдалы жұмыс тең болады. Сонда ρ(g)h деген сөз. Жұмысты табу үшін толық жұмыс ол қуатты уақытқа көбейткенге тең болады. Енді барлығын мәндерін орнына қоямыз. Бірінші мына формулаға келіп қойып аламыз. Яғни ρ(g)h бөлінген b көбейту t. Көбейтеміз 100%. Орындарына қойып шығайық. Тең мұнайдың тығыздығы мына жерге жазып кетеміз. 800 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Ромның орнына біз сол 800-ді аламыз. 800 көбейтеміз 100 көбейтеміз 10 көбейтеміз h 6 метр бөлу қуатымыз бізде 25 көбейту 10-ның 3 дәрежесі көбейту 480 көбейтеміз жалпы 100%-ке тең. Сонда мына жерде бізде мынау үшеуі қысқарады, мына жақтағы мынау қысқарады. Сонда бізде қалады мына жақтан 0,4 шығады. Оны 100-ге көбейтеміз 40% болады.